Бүгін облыстың бас ғимаратында өңір басшысының сондай-ақ жауапты тұлғалардың қатысуымен басқармалардың жыр болған кері байланысы мәселесі кезекті рет көтерілді. Сонымен қатар аудан, қала әкімдіктері мен бақ өкілдері арасында арнайы рейтинг жарияланды. Жиын барысында бақ өкілдері ұсыныстар мен шағымдарын білдірді. Басқармалар мен аудан басшыларының басым бөлігі сұхбат беруден бас тартатындығы, ал ресми жолданған хаттарға кідіріспен жауап беретіндігі баса айтылды. Тараз қаласы әкімдігінің ресми парақшасында атқарылған жұмыстар үздіксіз жарияланып отырады. Халықпен кері байланысқа ден қойылған, парақшада контент қалыптасқан, арнайы айдарлар жиі шығып тұрады. Бүгінде халықты инфрақұрылыммен қамту мәселелері жиі толғандырады. Осы мақсатта инфографика ақпараттық шамдап қысқа әрі түсінікті етіп беруді көздейді. Тараз қаласы әкімдігі осы бағыт ұтымды пайдалануды, өз кезегінде аудан басқармаларда осы тәсілді қолдануды ұсынамыз. Белгілі болғандай, мәдениет, архивтер және құжаттама, сондай-ақ білім, денсаулық сақтау басқармалары ғана сапалы ақпарат береді. Ал Талас ауданы әкімдігінің ресми парақшасында жиі бөлім басшыларының қатысуымен тікелей эфирлер ұйымдастырылады. Келесілай эфир барысында көптің көкейінде жүрген мәселелер назарға алынып, жауап беріледі. Бұл бастаманы барлық аудан әкімдіктері мен аудан әкімдіктері іске асыру қажет. Әлеуметтік желіде белсенді аталған 3 басқарманың бақ өкілдерімен байланысы бар. Облыстық телеарналарда, газет беттерінде баспасөз қызметі әзірлеген материалдар үздіксіз жарияланып тұрады. Берілген тапсырмаға сай Тараз қаласы және Талас ауданы аз мерзімде жақсы нәтиже көрсетіпті. Ал Мойынқұм, Байзақ, Мерке, Шу және Тұрар Рысқұлов аудандары тізімде соңғы орындарды иеленді. Ақкенже Асанқызы, Альбина Оспанова, Аймақ.